Еуропамен бейбіт келіссөздер жүргізуге дайын екендігін айтты. Бұл жерде Путиннің сөзін қазақшалайық. Яғни мен жаулап алған жер менікі мойында, соны мойында деп жатыр. Бірақ сөз. Трамп та молодец, хорошо парень, хорошо челябек депті. Менің жолаң шоштырақ орысшамен айтқанда Путин сөйтіп айтыпты енді. Путиннің мәлімдемесі ақш пен Ресей тараптары Стамбулда дипломатиялық миссиялардың жұмысындағы кедергілерді жою перспективасы туралы келіссөздер кезінде айтылды. Ол барлау қызметіне батыс элитасының Мәскеу мен Вашингтон арасындағы диалогқа кедергі жасау әрекеттерін болдырмауға тапсырды дейді. Қараш, Мәскеу мен Вашингтон ортасындағы диалогқа батыс элитасы дейді. Батыс пен Американы әлден Путин бөліп айтып отыр. Бұрын батыс десе Еуропада кіреді, Америкада кіреді. Керек десең Жапонияда батысқа кіреді. Ең шығыстағы Жапонияда да идеологиялық көзқарас тұрғысынан батыс деп қаралады. Батыс елдер. Неге? G7-ның үлкен жетіліктің құрамында ғой. Енді қара, Вашингтон мен Мәскеу ортасында келіссөзге батыс элитасы кедергі келтірмеуін дейді, қауіпсіздік қызметіне КГБ-ға тапсырды дейді. Zelensky's plan takes off from Poland en route to US дейді. Zelensky plan has taken off from Poland and is flying through Europe towards US. Ukrainian lawmaker Yaroslav Железняк хасседі дейді. Міне 3 сағат бұрынғы ақпарат. Зеленскийдің ұшағы дейді, Польшадан көтеріліп дейді, Еуропаның кеңістігін кесіп өтіп, жаңағы Америкаға қарай ұшты деп, мұна Украинаның заң жасаушысы Ярослав Железняк айтты дейді. An hour ago, the presidential plane departed from Poland and is now en route to US via Europa дейді. Осыдан 1 сағат бұрын президенттің ұшағы Польшадан көтерілді. Қазір Еуропаны кесіп өтіп, Америкаға қарай ұшып бара жатыр деді дейді. Енді қараңыз, бұл 1 сағат бұрын деп айтса. Қазір бұл Әл Жазира телеарнасында бұл 3 сағат бұрынғы ақпарат деп отыр, мысалы, міне 3 сағат бұрынғы ақпарат деп отыр. Енді 3 сағат бұрынғы ақпарат десе, қараңыздар, міне Әл Жазирада, онда оған 1 сағат қоссаңыз 4 сағат. 4 сағат. Енді 1-2 сағатта қонып қалатын сияқты. The presidential plan departed from Poland is now on his way Washington. Zelensky will stop in Dublin to meet Irish Prime Minister Michael Martin дейді. Ортада тоқтайды екен дейді. Және Вашингтонға бара жатқан жолда Зеленский Дублинде тоқтап, Ирландияның прайм министрі Майкл Мартин менен кездеседі дейді. Енді ауылдың ортасынан аттап кетпеді. Қазақта да бар, мысалы, үлкен арысқа, үлкен жаңағы сауын айтып, қазақтар ерте ескі кезде жаңағы арыс өткізеді. Сол кезде ауыл үйдің ортасына аттап өтпейді қазақта. Аттап көтсе біздің жерімізді аттап кетті деп, ойбай, енді ол өмір бойына созылады ол да. Сондықтан аттап кетпей бәріне бір сондықтан қазақтың жаңағы созылады бір жерге барып. Зеленский де қазақ сияқты, әсіл бір ғаны қазақ екен, әжесі ме? Ана Ирландияға тоқтайды екен. On Wednesday, Trump, who went swift ended to the over 3-year-long Ukraine war, announces that Zelensky could visit the US on Friday дейді. Жаңа Трамп айтып еді дейді, жұма күні Зеленский келеді деп дейді. Meanwhile, the US Secretary of State Marco Rubio and Washington had not yet finished a deal with Ukraine and the negotiations are still ongoing дейді. Және бұл жерде Марко Рубио Вашингтон мен Киевтің ортасындағы келіссөздер әлі бітпегенін, бірақ жүріп жатқанын айтты. Міне, contact with US administration raises hope, says Putin дейді. Американың администраторларымен, яғни Америка басшылығыменен контактке шығу үміт оятты деп айтты Путин дейді. Біраз әңгімені аударып тастадық. Енді тағы 1-2 әңгімені аударып жіберейік па? Тағы 1-2 аударманы аударып жіберейік па?
Mine AFU destroy Russian ammunition depot with AFPV drone in Pokrovsk sector дейді. Покровскіда міне аударып салып қойдық мына YouTube'те. Мына видео, аудио тыңдамайтын тек көріп оқитын адамдарға YouTube'тың мына арнайы жазба жариялайтын бөліміне назар аударуға шақырамын. Ол жерде мен үнемі осындай қысқа нұсқа аудармалар салып қоямын. Украиндар мына Покровскіда Ресейдің үлкен оғдары қоймасын жарып жіберді дейді. Бұл да енді бір маңызды ақпарат. Енді өте маңызды ақпараттардың біреусі. Бұл түнде жарияладық. Міне қараңыздар. Мына жатқан жігіт Жанат Жеңісұлы. Мен бұған былай жаздым. Жанат Жеңісісі Американың конгресіне қарасты Radio Free Asia медиасында 8-ші мәрте жарияланды. Бұл ақпаратта Жанаттың өзі сұхбат берді. Жанаттың өзі және Жанаттың қарындасы Айткүл Жеңісқызы да бұл ақпаратта сұхбат берді. Жанат Жеңіс қазір халықаралық танымал адамға айналды, кәдімгі саяси фигураға, тұлғаға айналды. Жанат Жеңістің қарындасы Айткүл де ағасының жағдайы туралы Американың радиосына сұхбат берді. Жанат Жеңіс ісінде Қазақстан билігі әлі үнсіз. Бұл бүкіл халықараны таңырқатып отыр. Әдетте бұндай істерге ең кемі сыртқы істер министрлігі үн қатады. Себебі Жанат Жеңісұлы Қазақстан Республикасының толыққанды азаматы. Ал Қазақстан Республикасының азаматы Қытайда соққыға жығылып, есінен айырылады. Ол туралы Қазақстан билігі үнсіз отыр. Қараңыздар, Қытайда заңсыз қамалған қазақ элитасы, қазақ зиялылары 80-нен 100-ден асып кетті баяғыда. Осы 2024-тің өзінде қамалғаны. Басы Қанат Ережеп деген қазақ телеарнасының басшысы бар. Арты жаңа ғылыми қызметкер доктор Думан Жақып бар. Сол Қанат Ережептің қоластында жұмыс істеген кім Қуандық Көбен деген жігіт бар. Анау Қайрат Домалин деген жігіт бар. Жолаушы бағдарламасын жүргізеді. Осындай қалың журналисттер, мықты журналисттер мысалы Қытайда қамалып кетті. Бірақ Қазақстанның билігі не дейді? Олар Қытай азаматтары, сондықтан біз ол іске кіріспейміз дейді. Ал енді бұл қамалған азаматтардың көбінің әйел бала шағасы Қазақстанда. Олар айтады, Қазақстан азаматының отбасы мүшесі қамалған болса да кірісу керек. Мысалы, Еуропа, Америкада кез келген екі мемлекет аттаған отбасының ішінде сол мемлекет кіріседі. Франциялық әйел германиялық жігітпен үйленіп, германиялық жігіттен тапқан баласын алып қашады Францияға. Осы үшін Франция, Германия қанша жыл дипломатиялық даудамай жасады. Ол айтады, бала француз әйелдің жатырында болғанмен дейді, ол баланы неміс Германия жігітінің баласы ғой деп, Германия наразы болады. Бұндай әңгіме өте көп. Ал біздің Қазақстан кіріспейді. Ал жарайды. Қытайдың толыққанды азаматы болған қазақтарға кіріспесін. Қазақстан Республикасының азаматының, бірақ Қытай азаматы бала шағасына кіріспесін. Толыққанды 100% Қазақстан азаматы Жанат Жеңісұлын Қытайлар ұрып, ес ақылынан айырып, міне, денсаулығына зақым келтірген кезде, паспортын дүріп тастаған кезде Қазақстан үнсіз отыр. Масқара ғой. Дипломат тақайларыңыз қайда қалды? Енді қараңыздар. Ал Жанат Жеңісінде мен мына жерде жазып отырмын міне. Талғарысы кезінде аттанға қиқу қосып, құрыққа сырық жалғайтын аталмыш талғар кезінде. Бүкіл блогер қайда қалды, қараңыздаршы. Бүкіл блогер қайда қалды. Осыны сұраңыздаршы, бәріңіз жекесіне шығыңыздар, жазыңыздар. Осы талғар оқиғасы кезінде деген енді қиқуладау, қиқуладау жаңағы. Гакку, гай деп кетті ғой бүкіл қазақ. Талғар дәбен. Жанат Жеңістің ісіне келгенде отыр. Неге? Титушка. Лицензионныйлар. Кейін фас демей тұр, үр демей тұрды. Үр алмай қалды міне. Көрдіңіздер ме? Міне.
Талғардағы шешендер, айтқыштар, желікештер, әулиелер, әмбиелер, блогер сымақтар, ұлтшылдар, қаңылтыр кеуделер, титан кеуделер, ал қане қайда? Қатындардың көйлегінің астына кіріп кетті ме? Қараңдар, қатындар, көйлек тұрып, қараңдар, тығылып отыр ма екен? Қайда қалды? Неге? Киембі, не ақша бөлмей тұр, не үріңдір демей тұр. Білсеңіздер болды. Енді мұна арада Жанат Жеңісұлының қарындасы Айткүл Жеңіс қызы да осы мұна Азат Азия радиосына сұхбат беріпті. Оның да мұна арада жаңағы аттар аталыпты. Енді Жанат Жеңістің Қытайға баруының өзі үлкен қателік. Біз жаңа ераның 2017 жылынан бастап ойбай Қытайға бармаңдар дедік. Енді бұл қателікті қайталап Жанаттың қарындасы Айткүлді енді Қытай іштен етпейді, ағамды биткенмен мені битпес деп барса болмайды. Себебі міне жерде ол да тілшіге сұхбат беріп қойыпты міне. Қысқасы, енді мен қазақтарға айтам, сол Қытайға жоламай-ақ қойыңдар. Міне жерде бүйтеді, міне Жанат иді мими айти гули сычен 想奔台投入各个在被拘押期间被关在一间空虚周的嘛窗户对封死的房间里几乎无法呼吸的他们呢östіп айтыпты哈萨克斯坦人加纳提近期前往新疆为母亲及家族的土地维权，不料却遭当地警方拘押并被殴打。加纳提日前在阿拉木图一家医院接受自由亚洲电台专访表示，新疆警方得知他计划。Көрдіңіздер ма, бұл арада біраз әңгіме бар ғой, Ең қызығын айтайын. Бұл жерде Қазақстандағы Азаттық радиосына біз қанша жалындық, жазыңдар, Жанатты жазыңдар, ойбай жазыңдар. Міне, жазбайды. Әйтеу жаңағы ең соңында біз баспасөз мәслихатын өткізгенде әйтеу баспасөз мәслихатында битіпті деп айтты, жазды болды міне. Енді екінші бір тақырыпты көтерейік. Ол мына Қазақстанда Семейде бір баланы аяусыз соққыға жығыпты. Билік аяқ астынан бұл қазақ баланы орыс балалар ұрып, қорлап, оны жердегі нәжісті ма, боқты ұстатқан ба, енді адам аузы бармайтын сұмдықтарды істепті. Енді осыдан қазақтарға бір нәрсені түсіндірейін. Бұл балалар, осыншама қатыгез болған бұл балалар. Бұл ненің белгісі? Бұл орыстың тәрбиесі. Ал орыстың бұл тәрбиесі ненің белгісі? Армияда әлімжеттік, мектепте әлімжеттік жасау тәрбиесі. Армияда мектепте әлімжеттік жасау орысқа сәбетке неге керек болды? Адамның жеке ирадасын, жеке таңдауын, жеке көзқарасын талқандау. Сен жеке адам емессің. Сен тұтас мына тобырлық, коллективтік жүйенің бір мүшесісің. Сенде жеке көзқарас болмау керек. Бүкіл ел арақ ішкенде сен ішпесең болмайды. Бүкіл бір топ жігіт барып, жезөкше қызға барғанда сен өзіңді таза сақтап бармасаң болмайды. Бүкіл мекеме бірігіп, ұйымдасқан жемқорлықпен айналысып, жегенде сен жемесең болмайды. Қысқасы, адамның персоналдық, жекелік таңдауына ерік бермеу, оның
өз таңдау болу, өз көзқарасы болу, өзінің ақиқат өлшемі болу, өзінің дұрыс қате өлшемі болуына жол бермеу. Бір зұлымдардың жалпы беттік біреуді мәжбүрлеу, қорлауына жол беру керісінше. Бұл советтік армиядан қалған. Университет студенттер, түрмеде пахандар, мектепте атамандар. Қараш, армияда қорлай ма? Қорлайды. Түрмеде пахан қорлай ма? Қорлайды. Мектеп баласында атаман қорлай ма? Қорлайды. Ал осындай жүйе жер бетінде ешқандай еуропалық, америкалық өркениетті елде жоқ. Ал бұл неге Совет одағында бар? Адамдарды өз ортасынан аспайтын, жеке көзқарасы жоқ құлға, тобырға айналдыру. Бұл Шар Россия кезінде, Совет орнамай тұрған кезде, Шар Россия кезінде әскерде болған. Сол режимді Совет жалғастырды. Мысалы, мектепте бір есерсоқ сүмелек, басында грамм миы жоқ, көк миы біреу атаман болады. Ол атаман бүкіл мектептегі санасы енді қалыптасып, көзқарасы енді қалыптасып, білімге қызық, өзінің таңдау бар, өзінің болашағы бар, өзі біреу ғылымға қызығады, біреу тапқырлыққа қызығады, біреу техника жасау қызығады, біреу басқа бірдеңеге қызығады, біреу жобалауға қызығады, біреу ұйымдастыруға қызығады. Әлгінің бәрін әлгі мектептегі жуан жұдырық басында грамм миы жоқ. Тіпті оның жер шарына келіп қалуының өзі үлкен қателік болып саналатын бір есек бас, бүкіл мектептегі ертең алтын болып шығатын азаматтарды сол мектеп баласы кезінен ұрып соғып әлгі әлімжеттік жасайды. Яғни күшігінде таланады. Күшігінде таланған әлгі таланттар ең соңында жарқырап шығатын, бір Илон Маск, бір талант Эйнштейн болып шығатындар әлгі қазақстандық мектепте күшігінде таланғасын, сүлмірейген, қатынын сұраса, қатынын бере салатын есек бас тобырға айналады. Міне советтік жүйе. Адамды Құдай жаратқан, адамдық болмыстың бәрін құртып, хайуанилыққа апаратын, адамды зомбилайтын осындай жүйе советтік жүйе. Ана қазақтың баласын тепкілеп жатқан орыс, ол советтің тәрбиесі. Оның әке шешесі советтің тәрбиесі. Оның өзі біреуден сондай қорлық көрді, екіншісіне жалғастырып отыр. Яғни мына совет сасыған әлемнен қазақ қашпайынша, тура құтылып, обадан қашқандай қашпайынша саған жақсылық болмайды. Саған жақсылық болмайды. Мынау советтің жүйесі, мына советтің тәрбиесі, мынау советтің адамдықтан кетіретін мына жүйесі басынан бақайшығына дейін дарып кеткен, етінен өтіп, сүйегіне жетіп, қанына дарып кеткен мына советизмнен, мына шайтанизмнен, мына құдайсыздықтан, мына әлімжеттіктен, мынау зорлықшылдықтан құтылудың жалғыз жолы әр адамның құқық қорғалатын, адамдық құқық бірінші орында тұратын, ешкім саған ештеңкені мәжбүрлей алмайтын батыстық демократиялық жүйені орнату. Батыстық демократиялық елде сен біреудің көзқарасына немесе таңдауына қарап күліп қойғаның үшін сен жауап бересің. Ал Қазақстанда бала екеш баланың өзі адамды адам, хайуан екеш хайуан істемейтін қорлықпен қорлайды. Міне. Батыстық жүйеде әр адамның еркіндігі бар. Байы қатынына жәбір көрсетсе, сотталып кетеді. Байы қатынның бағып отырған күшігіне, мысығына жәбір көрсетіп, осы күшігіне мысығынан тойдым десе, сотталып кетеді. Рухани азап берсе, сотталып кетеді. Неге? Ол күшті қуатты, әйел не? Әлсіз. Ол қорғалуға тиіс. Ал енді ол еркек, сен ол әйелді ұнатпадың ба? Болды, онда кет, күдібай, сау бол, жақсы. Жаным, сен керемет әйелсің, бірақ мен сенен кетуге мәжбүрмін деп кет. Батыс айтады солай. Ешқашан ешкімді мәжбүрлеме дейді.
Тіпті өзіңнің некелі әйеліңменен түнде искесетін кезде әйелің қаламай тұрым десе, сенің мәжбүрлеу құқың жоқ. Себебі әйелің мынау мені зорлады деп полиция шақыруға құқылы. Міне батыс. Міне әділдік. Мектепте мұғалім балаға Дарвин деген кісі айтты, ол үлкен ғалым, мойындасаң да мойындайсың, мойындамасаң да мойындайсың, адам маймылдан азған деп емтихан шығармайды. Баладарға таңдау еркіндігі бар. Христиан бала, жоқ, мен оған сенбеймін, адам маймылдан азған жоқ, жаратушы жаратты адамды десе, оның сұрағы емтиханда дұрыс деп қаралады. Еш қашан абысыды 4 сұрақ шығарып, бірінші адамды Құдай жаратты, екінші адамды маймыл жаратты, үшіншісі адам, кейбір адамдар маймылдан, кейбір адамдар шошқадан жаралды, төртіншісі анау мынау деген сияқты таңдау жоқ. Өгерде советтік жүйе болса, маймылдан жаралдыны таңдамасаң, сен қате боласың, балдан айырыласың. Жоқ, Америкада оғанда жол жоқ. Неге? Діни нанымы бар бала, діни отбасындағы бала адамды Құдай жаратты десе, онда оныкі дұрыс. Сондықтан Еуропа мен Америка дамиды. Канада мен Австралия, Жаңа Зеландия, Жапония, Тайвань, Сингапур дамиды. Неге? Адамды Құдай жаратқанда еркіндікке ғашық қып, теңдікке ғашық қып жарат. Адамды Құдай жаратқанда мейірім мен махаббатпен жарат. Сондықтан Еуропа, Америкада адамдардың ортасында махаббат бар. Зорлық жоқ. Зомбылық жоқ. Еркіндік бар, теңдік бар. Ақпа, қарама, сарыма, көкпе, көгілдірма, бір-біріне деген еркіндік бар. Христиан ба, католик бе, ол христианның ішінде бәленбай мазхаб бар. Христианның ішінде де біздің уақабист, петқоллашы, сопы, зікірші, дискотекашы деген сияқты бәленбай мазхабы бар бұлардың да. Бір көшенің бойында 10-15 шіркеу тұрады. Бір көшенің басынан аяғына шыққанша. Оның біреугім епископ шіркеу. Мен бір осы американдық бір лауазым тұлға кезіккенде епископ шіркеуінде кезігейік деді. Шіркеуде неге кезіккенде бардым. Сөйсем бұл епископ шіркеу дейді. Енді мен түсінгем жоқ, ол епископ, бұл Англияның епископтық шіркеуі дейді. Кейін барып оны өзіміз деп не сөйсем, бұл өте дәстүршілдік бағыттағы, тым әсіре консервативтік бағыттағы діни шіркеу екен. Анау соны бүйтіп, былайша айтқанда, сізбен біреу кезігейік деді. Ол шіркеу дегенде, ол шіркеу дегеннің ішінде асханасы бар, рестораны бар, офисі бар, жаңағы демалатын орны бар, баладардың ойнайтын жер бар. Ол былайша айтқанда бір үлкен мультифункционалды орталық о жер. Былайша айтқанда сізге біреу бұл мешіт уақабистердің мешіті деп сыбырлаған сияқты әңгіме да, былайша айтқанда. Міне. Бірақ соның бәріне еркіндік береді. Бастысы не? Ешкімді мәжбүрлемейді. Ешкімге басымдылық жоқ. Бір ғана нәрседе басымдылық бар не? Адамдық құқық және заң. Мемлекеттің заңына тиме, біреудің құқына қол сұқпа, құқына қол сұқпанда оның мүлкін тартып ала алмайсың, үйін тартып ала алмайсың, банктегі ақшасын тартып ала алмайсың, оның жеке меншік жерін тартып ала алмайсың, оның көлігін тартып ала алмайсың. Полицей екеш, полицей сенің есігіңді қағады, бірақ соттың тінту туралы бұйрығы болмаса, есігіңді бұзып кіре алмайды. Міне. Көрдіңіз бе? Қашып келген ұры өзінің үйіне аттап секіріп отырып үйіне кіріп алып есікті іліп алғаннан кейін полицей оны қуып келе жатып, ол ұры ана үйге кіріп алды, бітті, енді ол есіктен кіре алмайды. Үйдің ішіне кіріп есіктің ар жағында тұрған ұры полицейге пакиу деп жетекесін жездей қақтай алады. Неге? Енді полицей міндетті соттан барып, әлгі қашып кірген ұрының үйін тінтуге рұқсат қағаз алу керек болады. Шектеп қойған ба? Күшелерін шектеп қойған. Егер сенің жекеменшік үйіңе, немесе сен жалдап тұрған үйге, сенің рұқсатыңсыз басқа кірсе, атып тастайды. Оған да құқық берген. Оған да құқық берген. Бұл деген не? Бұл қолында қаруы бар билік иелерінің
шектен тыс әлінен асып кетіп, халыққа жәбір көрсетуінің алдын алу үшін жасаған дүние. Бұл тума жаратылысында күшті, қуатты және жауыздыққа бейімдеу, шабуылдауға бейімдеу еркектің Құдай жаратқанда әлсіз, нәзік жаратқан әйелдерге жәбір беруінің алдын алу үшін жасаған. Бұл әлі көзқарасы жетілмеген, өзін-өзі қорғау қабілеті жоқ балаларға, жеткіншек жасөспірімдерге әлімжеттік, басқа жұдырғы жуан немесе ерте жеткендердің әлімжеттік жасауының алдын алу үшін жасаған. Сол үшін бұл елде әділдік бар. Сол үшін бұл елдерде жаратушының нұры түсіп тұрады. Кеше бір видеоны көрдім. Бір қазақ жігіт пен келіншек Алматыда ғой деймін, білмеймін. Инстаграмда хит болып тұрған видео болса керек. Жігіт жаңағы ана келіншегі ма, қыз жүретін қалыңдығы ма әге жәбір көрсетеді. Қызды шыңғырады. Ауыртып жібердің, қой дейді. Ана қызды жұлқылайды еркек. Ана базарларда еркектер бүйтіп тұрып кетеді. Бір жерде бір күзетші ма біреу бүйтіп жақындап келеді де, бірақ тиіспей ана еркекке жақындайды. Тағы бір жігітке қой деп бүйте берсе, ана жігіт жүре бер десе кетіп қалады. Жалғыз бір әйел бар, ана әйелді қорып, ана жігітке қой деп тоқтатып, ана қызды қорғайды. Артынан барша бұл праник екен. Былайша айтқанда, не дейді праникті қазақша енді? Әзіл сияқты да. Сөйтіп күліседі. Бірақ ана оқиғаны көріп отырып, мен халқымның қаншалықты деңгейде енжар екендігін көріп, мен күле алған жоқпын. Күле алған жоқпын. Күле алған жоқпын. Неге? Сен Еуропа, Америкада бір көшеде бір әлсіз қызды, немесе әйелді, тіп жарайды, қыз демеш, еркекті сен солай бір еркек жұлқылап сөйтіп тұршы. Бәленбай адам қаруын көтеріп келеді саған, ананы босат жібер дейді. Түгенбай адам видеоға түсіреді. Түгенбай адам ойланбастан полицияға хабарласады. Түгенбай адам келіп саған айтады. Дау-дамайың болса сотта шеш, мына жерде жұлқылама дейді. Сондай видео Америкада өте көп. Бір қара зеңгі шегіп алған, пішіп алған. Тағы бір қара зеңгіні кеп жаңа кеңірде бітіп жаңа басына қаруын кезеп әгіні қорқытама, бірдеңесін тонамақшы ма? Ал баты бір әйел балатта қара зеңгіні тарс еткізіп атып тастайды. Неге? Қоғамдық орын. Ананы атқалы жатыр. Тарс еткізіп атып тастады. Және ол үшін жазаланбайды. Неге? Ана қара зеңгі оны қарумен қоғамдық орын. Ол мүмкін басқаларды да атады. Міне, зұлымдыққа жол бермейтін батыс. Американың конституциясында жазды. Не деді? Егер билік шексіз пауырға ие болып, яғни құдіретке ие болып, халықты езетін болса, халық қолында қарумен онда билікті аударып тастасын дейді. Американың конституциясында егер билік өкілдері халыққа зұлымдық жасаса дейді, заңды бұзып, халық ол билікті аударып тастасын дейді. Міне, көрдіңіз бе? Ал бізде ше билік шексіз құдіретке ие. Билік шексіз билікке ие. Оның атын біз билік деп қойдық. Америкада үкіметті не дейді? Government дейді. Government деген басқарушы дейді. Яғни менеджер. Қызмет жасаушы. Ал біз оны билік дейміз. Билік деген не? Оның қолында билік бар. Яғни өзі қожа. Америкадағы президентте, Англияның премьер-министрі, Францияның президенті, Германияның канцлері, бірінші билік иелері. Бұларға айтады, халқына сервис жасайтын қызметкер. Халқы олардың қызметін қабылдаушы. Яғни сен ресторанға бардың, даяшы келді, не жейсіз деді. Сіз айттыңыз, палау дедіңіз. Даяшы алып келді. Даяш ұнамай қал. Неге тез әкемейсің? Сен не мына палауды алып келе жатып сөйледің, аузыңда маскың жоқ, түкірдің, сен түкірігіңді жейміз ба? Бол, сен мына даяшылықтан кет деп арыз жазасың, ол кетеді. Оны бастық қызметтен босатады. Тура сол сияқты Еуропа мен Американың халқы президентті, премьер-министрді өзіне тамақ тасып алып келген даяшы сияқты көреді. Егер оның қызметін ұнамаса, оның қателігін бетіне басып, оны кез келген уақытта қызметтен қуу құқына ие. Ал бізде ше, ол халықтың желкесіне мініп алып, сені өлтіреді де алады,
шабада алады, сенің байлығыңды саудалай алады, сенің жеріңді Қытайға сата алады, сенің кен орындарыңды Ресейге бере салады, сенің балаңды ескертусіз оқ алады, сені көріңнен қазып ала алады. Сенің балаңды қорғамайды, семейдегі балан. Енді оның жаңа зорекер балалардың ата-анасын, ата-ана құқығынан айыртпайды. Бірақ бір семей ма бүкіл Қазақстанда? Армияда бүкіл педофилді кім күш беріп, бүкіл педофилді жазаламай, армияда қазақтың жас әскерге барған балаларын қорлатып қойып отырған кім? Назарбаев, Тоқаев. Түрмеге түскен, тауық ұрлап 7 жылға сотталған қазақтың жастарын қорлатып отырған кім? Назарбаев, Тоқаев. Бұл неден? Бұл сенде жеке таңдау болмау керек. Сен қорлықпен, жұдырықпен өсу керексің. Сен үреймен, қорқынышпен өсу керексің. Сен мал сияқты басында грамм үй жоқ бір есек бас, сен төмпештесе үндемей соған көну керексің деп халықты ту бастан, бала бақшадан, мектептен тәрбиелейді. Міне советтік жүйе. Сенде еркіндік жоқ, сенде таңдау жоқ. Сондықтан совет тәрбиесін көрген адамдардың азаттыққа, еркіндікке ұмтылмайтыны, құлдыққа көмпістігі, қорқақтығы, зорекер жуан жұдырық кеп, бүгін қатының бір күн менің қойнымда жатады десе, ләббай бегім, жетіспесе қызым бар ғой, ер жетіп тұрған қызым бар деп бере салатыны. Міне осы. Қалың еркек топтасып бірге арсыздыққа баратыны, аға мен іні көшеден бір қыз әкеліп, қызығын көріп мәз болатыны, жездемен балдыз жезөкшеге бірге баратыны, әкемен бала жезөкшеге баратыны, анау Лондонға қазақтың жігіті оқуға барған айтады дейді. Әкесі оқып жатқан, анау өңкей байлар баратын, жаңа тек ақшасын тапсырсаң бол диплом беретін оқу орны. Папа келген, соған папаға ана университеттегі ана Африкадан келген қара зеңгі қызды таныстырып қойды. Мә, папа рахмет айтты, маладес қыз деді. О қара зеңгі қыз не? Африканың бір елінен келген ол да бір. Ол енді о қызға кім жаңа бір кесе кофе әперсе сол күні разы қылады екен енді о қыз. Енді Африка оның тайпалық түсінігі ма сондай шығар, діни нанымы сондай шығар. Еркектерден көп сауап алса, ана жақта оны да қор жігіттер күтіп тұрады деп сондай бір нанымдағы жындылар шығар, мысалы. Сөйсе, қазақтың жігіті Лондонда оқитын Байшыкеш, әкесі министр ма депутат бір бәле, сон бүкіл мектептер азығы үлкендердің батасын алып жүрген қара зеңгі қызды әкесінің қойнына сап беріп, папа разы болды. Ай, папа, молодец ұлым, әр жетіп қапсың деп айтты дейді. Ал осындай арсыздыққа сен америкалықтар барады деп ойлайсың ба? Англиялықтар барады деп ойлайсың ба? Тек советтіктер бара алады. Тек советтіктер бара алады. Мақтанып, еркектер отырғанда тек төсектің әңгімесін айтады. Мақтанып. Бейне олардан басқа еркектер ондай шаруа істей алмайды де. Олардан басқа еркектерде ондай құдірет жоқ. Тек соларға, Құдай тек соларға беріп қойғанда, отырып алып, сілекей ағып тұрып, жаңағы төсектің әңгімесін мақтанып, жарысып айтатын тек советтік ортада бар. Америкада міне қанша жыл жүрмін, еркектер отырып алып, төсектегі ерен ерліктерін, супер құдіреттерін айтып, мақтанғанын көрсем көзім шықсын. Бұндай арсыздық тек советтікте ғана бар. Совет сасыған ортада ғана бар. Орыс сасыған ортада ғана бар.